Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге балдыр көк туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Бұл көкөністің 20-ға жуық түрі белгілі. Балдыр көктің үлкен түйнегі бар. Тамыры, шырынды жапырақшалары мен шыңдары ақ желкенге ұқсас. Барлық бөліктері жеуге жарамды. Балдыр көкте витаминдер көп, ал С дәрумені бірінші орында. Барлық бөліктерінде амин қышқылдары мен микроэлементтер бар. Балдыр көк талшықтарға және эфир майларына, сондай-ақ А, Е, К және В дәрумендерінің витаминдеріне бай. Балдыр көкті тағамға пайдалану дененің өміршеңдігін арттырады, ұйқышылдық пен апатияны жояды, улы заттардың жойылуын тездетеді. Балдыр көк көбінесе калориялардың төмен болуына және метаболизмді тездетуге байланысты көптеген диеталардың бөлігі ретінде қолданылады. Балдыр көк салмақ жоғалту өнімі ретінде бірінші орында. Оның ас қорытуы үшін өсімдік құрамынан көп калория жұмсалады. Балдыр көк қосылған тағамдар жақсы сіңеді, метаболизмді жылдамдатады, холестеринді төмендетеді және артық сұйықтықты кетіреді. Кептелумен күресуге және ісінуді кетіруге көмектеседі. Балдыр көк қарт адамдар үшін өте пайдалы өнім. Балдыр көкті тұтыну холестерин мен қандағы қант деңгейін төмендетуге әсері бар екені дәлелденген. Терінің әрдайым жас және мінсіз көрінуін қалайтын әйелдер балдыр көкті көп тұтынады. Өйткені балдыр көктің құрамында антиоксиданттар көп. Атап айтқанда, терінің ерте қартаюымен тиімді күреседі. Ол сонымен қатар теріні ылғалдандырады және жарқын әсер береді. Зерттеулер нәтижесінде балдыр көктің құрамында қатерлі ісік жасушаларының метастазасының алдын алуға және күресуге көмектесетін көптеген қосылыстар бар екені көрсетілген. Оның құрамында ацетилинді қосылыстар ісіктердің өсуін тоқтатады. Дене бітімін сақтап қалғысы келетін қыз-келіншектер балдыр көктен смузи жасап ішеді. Ол үшін балдыр көктің бір сабақшасы, бір дана жасыл алма, бір стакан суды блендер арқылы езіп смузи жасаған. Алманы кибемен ауыстыруға болады. Міне достар, сіздерге беретін ақпаратым осымен тамам. Ақпаратым пайдалы болып жатса, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.